Сәлем достар! Бүгін мен сендерге жасанды интеллект арқылы қалай мультфильм жасауға болатынын көрсетемін. Бізге ChatGPT, Grok, Gemini және CapCut қолданбалары қажет. Егер сен де YouTube-қа өз анимацияңды салғың келсе, бұл видео дәл саған арналған. Ең бірінші бізге сюжет қажет болады. Ол үшін біз ChatGPT платформасын қолданамыз. Мұнда біз мультфильмнің оқиғасын, кейіпкерлерін және сахналарын жасаймыз. Приложение бізге дайын сценарий жазып беретін болады. Ары қарай біз ChatGPT-ден осы сценарий бойынша дайын промпт жазып беруін сұраймыз. Ол промптты біз Gemini қолданбасына салатын боламыз. Қолданба бізге промптты ағылшын тілінде жазып беретін болады. Себебі Gemini'ді ағылшын тілінде қолданған ыңғайлы. Біз визуалды жасау үшін Gemini'ді қолданамыз. Мұнда ең маңыздысы дұрыс промпт жазу. Промпт дегеніміз жасанды интеллектке нақты нені салу керек екенін түсіндіреміз. Ал бізде дайын промпт бар, ары қарай біз оны Gemini'ге енгіземіз, және ол сол мәтінге сәйкес мультфильм стиліндегі суреттерді автоматты түрде жасап береді. Мұнда біз стильді, жарықты, эмоцияны, кейіпкердің мінезін және атмосфераны нақты сипаттаймыз. Бір ғана промпт ол бір кадр, ал бірнеше промпт толық мультфильм сценарийін құрайды. Осылайша біз кадр көріністерді бір-бірлеп жинап, кейін оларды видеоға айналдырамыз. Ары қарай біз қайтадан ChatGPT платформасын ашамыз. Онда біз Gemini арқылы фотосуреттердің дайын болғанын және енді Grok қолданбасын қолдану үшін мәтін қажет екендігін сұраймыз. Міне, бұл суреттер біз Gemini платформасы арқылы дайындаған фотосуреттер. Енді біз дайын суреттерді видеоға айналдыру үшін Grok қолданбасын қолданамыз. Grok'тың ең күштісі ол жай ғана сурет жасамайды. Ол суреттерді қозғалысы бар видео айналдырады. Gemini арқылы жасаған кадрларды Grok'қа жүктейміз. Бүгінгі күн қандай керемет болды. Ауа райы да сондай тамаша. Оған біз ChatGPT-ден алған мәтінді немесе өзіміз сипаттап кез келген сөзді жасасақ болады. Grok осы фотоларды анимациялаған видео кадрларға айналдырады. Камера қозғалады, жарық өзгереді, эмоция пайда болады, кәдімгі мультфильм сияқты көрінеді. Қызым, саған көп рахмет, өркенің өссін. Ата, мен сізді үйге дейін шығарып саламын. Рахмет қызым, бірге жүрейік. Мен қуаныштымын. Бұл қолданба толықтай тегін қолданба болып табылады. Grok арқылы кез келген фотодан 6 секундтық анимация жасауға болады. Ама қызым, мен көмектесемін. Рахмет, ата. Grok арқылы жасалған видеоны Gemini суреттерін біз CapCut арқылы біріктіріп, соңғы мультфильмді құраймыз. CapCut өте ыңғайлы монтаж бағдарламасы. Мұнда біз кадрларды реттейміз, анимация мен эффект қосамыз, дыбыс енгіземіз және финалдық видеоны шығарамыз. Бүгінгі күн қандай керемет болды. Ауа райы да сондай тамаша. Ата, мен сізге көмектесемін. Қызым, саған көп рахмет, өркенің өссін. Ата, мен қуаныштымын. Ата, мен сізді үйге дейін шығарып саламын. Рахмет қызым, бірге жүрейік. Мен қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Кішкентай күшік жараланып қалыпсың ғой, мен саған көмектесемін. Міне, жараңды таңып бердім, енді ауырмайды. Ал, енді сені жылы жерге жатқызамын. Міне, жат. Күшік, сенің жараң жазылыпты. Енді бірге жүгіріп ойнаймыз. Жылама қызым, мен көмектесемін. Рахмет, ата. Ештеңе етпейді, тұра ғой. Балалар, жақсылық әрқашан қайтып оралады. Достар, видео дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырайық.